Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, тікелей эфирде ақпарат, студияда Шерхан Шамбулұлы және сурдо аудармашы Самал Нұрым. Елде бензин мен дизель отының экспортына тыйым салынғанына қарамастан оған бағынбай жатқандар көп. Мемлекеттік кірістер комитеті небәрі 2 айдың ішінде елден сұйық отынды заңсыз шығарудың 288 дерегін тіркеген. Олардың 94 дерегі бойынша сот әрқайсысына 1,5 миллион теңге айыппұл салған. Бұдан бөлек 2 тонна бензин мен 25 тонна дизель отыны тәркіленген. Ал Шымкент мұнай өңдеу зауытындағы жөндеу жұмыстары мерзімнен бұрын аяқталып, өнім шығара бастады. 23 күн ішінде мұнай айдау, дизель отыны мен керосинді гидротазарту қондырғылардың жекелеген бөлшектері ауыстырылған. Жөндеу жұмыстарына 22 мердігер ұйым мен 1000-нан астам маман жұмылдырылды. Жоспарға сай, Шымкент мұнай өңдеу зауыты биылғы сәуір айының соңына дейін 366 мың тонна мұнай өңдеу қажет. Одан 110 мың тонна бензин, 114 мың тонна дизель отын алынбақ. Мұнан бөлек сұйытылған мұнай газы, әуе отыны мен мазут өндіріледі. Ал Атырау облысына қарасты Ақжайық мемлекеттік табиғи резерват аумағындағы өрт 5-ші күн дегенде сөндірілді. Қазақстан ғарыш сапары мекемесінің космомониторингі бойынша 1200 гектарды жалын шарпыған. Бірақ қорықтың флорасы мен фаунасы зардап шеккен жоқ. Өйткені құстардың ұя салу уақыты әлі басталмады, дейді мамандар. Өртті өшіруге 70-тен астам қызметкер мен 20 шақты техника, бір тікұшақ жұмылдырылды. Маңғыстаудан жеткен тікұшақ 86 рет әуеге көтеріліп, 260 тоннаға жуық су шашқан. Елімізде дәрігерлердің кәсіптік жауапкершілігіне қатысты міндетті сақтандыру жүйесі кезең-кезеңмен енгізіледі. Бұл туралы мәжілісте заң жобасын таныстыру кезінде денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният мәлімдеді. Оның айтуынша мұндай тәсіл медициналық көмектің сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Сондай халықаралық аренада Қазақстанның денсаулық сақтау бойынша рейтингіне де әсер етеді. Жалпы медициналық көмек көрсету кезінде науқастың өміріне немесе денсаулығына зиян келтірген жағдайда медицина қызметкерлерінің кәсіптік жауапкершілігін сақтандыру құқығы заңнамалық түрде бекітілген. Ондай норма әуелден бар, ал бұл заң жобасы осы баптың іске асыру жолдарын бекітеді. Айта кетейік, елімізде жыл сайын дәрігерлердің үстінен 300-ге жуық қылмыстық іс қозғалады. Бұл заң жобасы бойынша медициналық қызметкерлердің, соның ішінде мына медициналық көмек көрсету кезінде өзінің пиғылымен емес, немесе немқұрайлығымен емес, жұмысын көрсеткен кезде қандай да бір жағдай пациенттің өміріне қауіп төнсе, денсаулығы кемсе, сол жағдайлар қаралатын болады. Сондай-ақ денсаулық сақтау министрі балалар арасында тараған қызылша ауруына қатысты сауалдарға жауап берді. Инфекция ауа арқылы тарайтыны белгілі, дегенмен мектептерде карантин талаптарын енгізу қарастырылмағанын және қатаң шектеу енгізудің реті жоқ екенін айтты. Ауруды жұқтырудың алғашқы деректері шетелден келгендер мен туристерден анықталған. Балалар да ауруды жұқтыра бастады. Көбіне екпе алмағандар ауырды. Өйткені оларда ауруға қарсы иммунитет болмаған. Қазір қызылшаға қарсы екпе алмаған балаларды вакциналау жүріп жатыр, деді Ажар Ғиният. Қарағанды облысындағы Үміткер ауылында жылғыдан эпизоотиялық лимфангит анықталды. Қауіпті ауруға байланысты карантин жариялау мәселесі қаралып жатыр. Лимфангит немесе африкалық сап деп аталатын кесел тек жұмыртқақты жануарларға жұғады. Үміткер ауылындағы жылқылардың денесін ірің жайлап жүріп тұрудан қалғаны ақпан айында біліне бастаған. Содан бері 9 бас мал арам қатыпты. Ауруда дендеген кеткен тағы 15 жылқы оқшауланған. Қорғапысына залалсыздандыру жұмыстары жүргізіледі. Ауру жұқтырған малдар өртеліп, оның нарықтық құны бюджет есебінен өтелмек. Оның үстіне өрістегі 1000-нан аса жылқы да тексеріледі. Карантин кезінде ауылдан жылқы еті шығарылмайды. Шектеу шаралары ұзаққа созылғалы тұр. Себебі карантин соңғы ауру малдың көзі жойылған соң 3 айдан соң алынады. Бұл өзі созылмалы ауру болғандықтан әрі қарайда анықтап беру мүмкін, уақыт өте келе. Ауру жануарлармен жанасқан малдар, олар сыртқа жайылма жіберілмейді. Олар белгілі бір аумақта өзі жеке ұсталынады. Басқа малдарға қосылмау керек. Карантин қойылғаннан кейін бұл қатаң бақылауда болады. Жергілікті ветеринариялық инспектор тарапынан бақылау жүргізіледі және малдың иелеріне нұсқама беріледі.
Жамбыл облысындағы елді мекендерді ауыз сумен қамтуға соңғы 3 жылда 50 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Алайда тұрғындардың тіршілік нәрі тапшылығына қатысты шағымы азаймай тұр. Мысалы, Түрксіб ауылының халқы 2 жылдан бері сусыз отыр. Себебі басталған жұмыс жарты жолда қалып қойған. Жамбыл облысында соңғы 3 жылда 71 елді мекенде ауыз су құбырлары тартылды. Оған 49 миллиард теңге жұмсалған. Алайда қыруар қаржы бөлінсе де өңірде суға қатысты проблема көп. Судың сарылдап аққанын сарыла күткен Түрксіб ауылының тұрғындары мердігерге мәселені төтесінен қойды. Тіршілік нәрімен қамтуға 1,4 миллиард теңге бөлінген. Бірақ былтыр бітуі тиіс, жұмыс биыл да тоқтап тұр. 3 жыл болды, ешқандай су өткізіп жатқан жоқ. Су бойымен тұр. 5-6 көшелер әлі қазылмай су бойымен тұр. Трубалары 2 жыл тұрды. Оны кішкентай балалар үлкен тастармен, ішіне мысықтармен, иттермен толтырып бастаған. Ертең жердің астынан жарып шығады оның бәрі. Бесағаш ауылында да құбырлар қазылған күйі қалған. Құбыр талапқа сай тартылмаған үшін мердігерге 2 миллион теңге айыппұл да салыныпты. Өзге өңірлерде де өрескел қателіктер жібергені үшін банктегі шоты бұғатталған. Біздегі қазір қаржысы тұр, есепші жоқ болсын, қаржы жоқ қой. Сөйтіп адамдарды нанимать етіп істелініп отыр. Біз енді оны сотқа беріп, бұл кісілерді вообще бұл объектіден алғымыз келіп отыр. Ал компания өкілі ақша аударылса 3 айда аяқтаймыз дейді. Жалпы Жамбыл облысында 367 елді мекен бар болса, оның 82-сінде су жоқ. 82 елді мекеннің ішінде 56 елді мекен біз құрылыс жұмыстары арқылы қамтамасыз ету жоспарланып отыр. Қалған 26 елді мекеніне суды, яғни ол елді мекендерде халық саны 200-ге дейінгі елді мекендерге суды тазартудың кешенді блок модульдерін орнату жоспарланып отыр. Әкімдік 2026 жылға дейін Жамбыл облысы 100% сумен қамтылады деп отыр. Бұл жұмыс қуатты өңірлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы аясында атқарылмақ. Ал осы жылға аймақта су жүйесін тартуға 11 миллиард теңге қаржы бөлінбек. Данияр Әлімқұл, Ғани Айдарқұл, Қазақстан ұлттық арнасы, Жамбыл облысы. Ақтөбеде 100-ге жуық тұрғын құрылыс компаниясына алдандық деп шағымданды. Жаңа үйден баспана алу үшін миллиондап ақша салғандар 3 жылдан бері пәтерлерін ала алмай жүр. Мердігер мекеме басшыларының бір істі болған. Тағы бірінің салғырттығынан құрылыс тоқтап қалған. Облыс әкімдігі мәселені шешу үшін Маңғыстау облысынан жаңа инвестор тауып әкелген. Алайда ол компания келе сала кедергілерге тап болып, құрылыс жүргізуге заңды құжаттарын ала алмай жүр. Осылайша екі ортада салымшылар зардап шегіп отыр. 3 жыл кетті, уже уақытымыз әлі қорқынышпен отыр. Ол үйді ала аламыз ба, ала алмаймыз ба деп. Бірақ ақшаларын уақытында беріп тастады. Пәтерде жүрген әрине бар ортамызда. Олардың да үйі жоқ, мысалы, квартирада жүр, ода қорқынышпен отырмыз. Әкімдік өкілдерінің айтуынша бұл мәселе құқық қорғау органдарының араласуымен жуық арада шешілуі тиіс. Жалпы облыс орталығында құрылысы тоқтап немесе кешеуілдеп жатқан осындай 11 үй бар. Бұл нысандардың барлығына жаңа инвесторлар тартылған. Қазір бірнеше үйлерде инвесторлар қазір өз жұмыстарын жүргізіп жатыр. Оның ішінде осы эксклюзив, осы келіп тұрған тұрғындардың үйлерінде жұмыстары жүргізіліп жатыр қазір. Тоқтаған жоқ құрылыс жұмыстары. Енді burada жаңа мәселе оформление документация. Қалғандарында да мәселелер бар. Burada енді қылмыстық іс болғаннан кейін, енді қылмыстық іс біту керек. Ал Шымкент қаласындағы ерлік мұражайы аға буының батылдығы мен қайсарлығын дәріптейтін орын емес, немқұрайлық пен жаны ашымастық жайлаған нысанға айналды. Кезінде оңтүстік Қазақстан облысынан мұраға қалған мәдениет нысаны әлі күнге қараусыз. Қыс бойы жылтылмаған мұражайдың төбесінен су ағып, күні бүгінге дейін есігінен қара қылып алынбай келді. Мұражайдағы жәдігерлердің біраз бөлігі сөреде емес, қазір жерде жатыр. Олардың арасында майдангерлердің суреттері, өмір деректерінен бастап, мынадай олардың ерлік істерін дәріптейтін көркем дүниелерге дейін бар. Кеңес одағының батыры атанған мына 5 азаматтың суреті де мұражайдың табанында тұрғалы біраз болған. Беттеріне әк шашырап, шаң басып қалған. Ал экспонаттар тұрған бөлімлердің жағдайы тіпті аянышты. Шатырдан аққан судың астына шелек тосып отыр. Түс қағаздар, жыртық жамау. Аталарымыздың, ағаларымыздың ерліктерін дәріптеу үшін салынған мұражай еді. Ал қазіргі жағдайын көретін болсақ, ол жастарды алып келіп не көрсетеміз мына жерге? Bu yerden қандай патриоттық сезім алады олар? Жан ашымастық бер жағында айтылған сөз шығар ол. Мынау тарихты қорлау, аталарымызды қорлау. Ерлік мұражайына еліміздің түстігінен екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан майдангерлерден бөлек ауған соғыс ардагерлері желтоқсан көтерілісіне қатысушылардың деректері мен оларға қатысты 4000-нан астам жәдігер жинақталған. Нысан Шымкент қаласы мәдениет басқармасының меншігінде.
маңдайшасында осыдан 5 жыл бұрын таратылған Оңтүстік Қазақстан облысы деген атау сол күйі тұр. Білесіздер, енді басшылар бізде соңғы кезде оны не емес, құпия емес, ауысып кетіп жатыр. Барлық есеп-қисабын жасалынды. Осы сессияда қаралады деп бізге айтылған. Енді нәтижесін күтіп отырмыз. Мұражайды бір жыл бойына күтіп ұстауға небәрі 2 миллион, жалақы қоры үшін 12 миллион теңге қажет. Бірақ ерлік үшін әкімдікте кеңдік болмай тұр. Есесіне айналдырған 5 жылдың ішінде Шымкентте мәдениет басқармасының басшысы 6 рет ауысты. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент. Жақынан бірер ақпары Жапонияның Окинава аралдары тізбегінің маңында әскери тікұшақпен жоғалып кеткен 10 адам іздестіріліп жатыр. Әуе көлігі бейсенбі күні радар экранынан ғайып болған. Борттағылардың 6-ы жолаушы, 4-еуі экипаж мүшесі. Тікұшақ Миякадзима аралы маңдағы суда барлау жүргізу үшін аспанға көтерілді. Сол сәтте дәл осы аудан арқылы Қытай теңіз күштерінің кемелері Тынық мұхиттан Шығыс Қытай теңізіне кетіп бара жатқан. Дегенмен жапондық экипаж қытайлықтардың әскери әрекеттерін бақылады ма деген сауалға әзірге жауап жоқ. Судан Жапония армиясының тікұшағына тиесілі есік және басқа да сынықтар табылған. Ал Францияда президент Эммануэль Макронның зейнетақы реформасына қарсы шерулер жалғасып жатыр. Рен қаласында демонстрациялар тәртіпсіздіктерге ұласты. Полицейлерге қоқыс жәшіктеріне от қойған шерушілерді тарату үшін көзді жасаурататын газ қаруын қолданған. Халықты ашындырған азаматтардың зейнетке шығу жасының 62-ден 64-ге дейін көтерілуі. Социологиялық зерттеулерге қарағанда бұл реформаны елдің басым бөлігі қолдамай отыр. Сондықтан қаңтардан бері оған қарсы 11 мәрте жалпыұлттық манифестация өтіпті. Алайда Макрон үкіметінің мәлімдеуінше бұл өзгеріс зейнетақы қорын күйреуден сақтау үшін өте маңызды екен. Ел жаңалықтары, Астанада күрес түрлері бойынша Азия чемпионаты басталды. Оған 24 мемлекеттен 300-ге жуық спортшы қатысады. Балуандар арасында олимпиада жүлдегерлері мен әлем чемпиондары бар. Қазақстан намысын 30 спортшы қорғайды. Жарыс бағдарламасында грек-рим, еркін және әйелдер күресі бар. Турнир жеңімпаздарына $2300 сыйақы қарастырылған. Дәл осындай сыйақыны жүлделі болған спортшының бапкері де алады. Байрақты бәсеке 14 сәуірге дейін жалғасады. Дүбірлі дода болайын деп тұр. Негізі бұл Азия чемпионаты лицензиялық емес, бірақ Азия ойындарын алдында және әлем чемпионатының алдында негізгі жарыстардың бірі болып табылады. Сонымен қатар халықаралық дәрежедегі спорт шебері деген атақ қарастырылған. Шымкент қаласында Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы бас қолбасшысының кубогы үшін жекпе-жек ұрыстан жеке командалық чемпионат басталды. Оған қатысушылар алдымен Тәжік-Ауған шекарасында қаза тапқан 17 жауынгерді еске алып ескерткішіне гүл шоғын қойды. Чемпионатқа әр аймақтан келген 7 команда қатысуда. 50-ге жуық сарбаз 7 салмақ дәрежесі бойынша ептіліктері мен шеберліктерін сынға салады. Олардың арасында 15 спорт шебері және 2 халықаралық дәрежедегі атаққа ие сарбаздар бар. Жарыс 2 күнге созылады. Чемпионат ұлттық құраманы жасақтау үшін мықты спортшыларды анықтауда мақсат тұтып отыр. Екінші мақсатымыз желтоқсан айында Қарулы күштер министрінің қарқалар жарысы болады, осы жекпе-жек сайысынан. Соның алдын ала оқу-жаттығу өткізіп, сарбаздарымызды іріктеп, жауынгерлерімізді сол жарысқа қатысу. Кім біледі, келешекте Ақорданы күзетуі мүмкін. Президенттің баспасөз қызметі Наурыз мейрамда мемлекет басшысына сыйға берілген төбет күшік Наурыздың суреттері мен видеосын әлеуметтік желіде жариялады. Себеттегі кішкентай дірілдеген күшік қазір әжептәуір өсіп қалған. Баспасөз қызметі Наурыз шапшаң қимылдайтын жазды. Сонымен бірге оның алғашқы аң аулауға шыққанын, жетістіктері мен өсуін міндетті түрде жариялап отыратындарын хабарлады. Әзірге айтарымыз осы, келесі ақпарат кешкі 8-де эфирде жүздескенше, әрі қарай ауа райы болжамы.